Ассалаумағалейкум достар, сөйлеп тұрған Батыр Шекенов. Менің парақшама, WhatsApp-ына көп адам хабарласады, себебі мен осы шындықты айтамын, көп мәселе көтеремін. Сол себеппен тағы бір кісілер шығып жатыр, маған өтініш жасап жатыр, көмек сұрап жатыр. Тыңдаңыз, өздеріңіз білесіздер. Лайк қойсаңыз дұрыс болады. Президентке үндеу жасап жатыр мына кісілер. Қайырлы күн отандастар. Менің есімім Гүлайым Самарқанқызы. Өскемен қаласының тұрғынымын. Зейнеткермін. Ел қуаты кооперативінің үлескерімін. Ел қуаты кооперативі өзінің жұмысын 2018 жылдан бастап 2001 жылы Қазақстанда қабылданған кооперативтер заңына сәйкес жүргізіп келе жатыр. Ел қуаты кооперативінің негізін салушы Бокушев Ерлан Елеусінұлы, Қазақстандағы кооперативтердің ұлттық ассоциациясының басшысы Қазыбек Шайық мырзамен қоян қолтық бүгінге дейін жұмыс істеп кетті. Қазыбек Шайық мырзаның бір жылдық курсын ел қуаты кооперативінің үлескерлері оқып шықты. Ел қуаты кооператив үлескерлері кооператив деген не екенін заңды түрде білетін азаматтар. Аса қадірлі президент мырза Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев және Қазақстан Республикасының бас прокуроры, сіздерге менің үндеуім, үлескерлердің үндеуі. Осы істі дұрыстап қолға алып, әділ бағасын беріп, біздің ешбір дәлелсіз, себепсіз жалардан құтқарып, және бізге ор қазып, өздері параларын ала алмай отырған парақор жемқордердің қызметкерлерін қатаң түрде жазалауларыңызды сұраймын. Мы, пайщики кооператива «Ел Куаты» города Уральск, выражаем свое недовольство по отношению к работникам Департамента экономических расследований по задержанию нашего основателя кооператива «Ел Куаты» Бокушева Ерлана. Мен Өскемен қаласының тұрғыны Тұрғынбайұлы Саматұлы, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, генералдарға, прокурорларға барлықтарына айтарымыз, біздің мына ел қуаты кооперативінің әрі нық, әрі адал, әрі шындықпен істеп жатқанына байланысты, оған қарамастан осындай жағдайға ұшыратып жатқаны үшін біз сіздерден осы Армысың, Қасым-Жомарт Кемелұлы, бір елдің басшысысың, беделері, халықтың халы нашар, ызасы от, мен сізден жасырайын, неге мұны? Халықты шенеуніктер қанап отыр, қаңғырған қорқаулардай талап отыр. Жаңа басшы жаңа жол бастай ма деп үмітпен күллі жұртың қарап отыр. Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, біз сізге, сіздің әділдігіңізге сенеміз. Сіз айтып жүрген еститін мемлекет дәл осындай сәтте өз халқының дауысын есту керек деп ойлаймын. Қазақстанға бүгін әділдік пен ар қажет. Өз елінің абыройы үшін күрескен азамат қудалануға емес, қорғалуға лайық.